Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі видеомызда садовый опискреватель, яғни мына жеміс ағаштарына дәрі шашатын құрал жайлы айтатын боламыз. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналының подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Видеоның соңында маңызды ақпаратпен бөлісетін боламын. Кеттік. Алдыңғы видеоларымда көрсеткенімдей, мына жеміс ағаштарына өткенде осы мына опискревательмен шашып көрсеткенмін. Енді мына ағаштар үлкейіп кеткеннен кейін мынаумен шашу қиындау болады. Бұл көп уақытында алады, әрі шашқанда да жеткізе алмайды, қиын шаршатуы мүмкін. Енді мен ойлана келе интернеттен, магазиндерден қарағанымда бұны опискреватель, садовый опискревательдің түрлері бар екен. Бұны арқаға асылып жүретін түрлері бар, 4-5 килолық алатын, сондайларын қараған болатын. Бірақ олардың бәрі қымбат екен, өте қымбат екен. Оны алу енді барлығымыздың да қолымыздан келе бермейді. Соның үшін мен ойлана келе бір әлеуметтік желіден осы опискревательді заказ еттім. Мінекей достар, бұл бұның жұмыс істеуі өте керемет екен. Маған қатты ұнады. Мен соны сіздерге де көрсетейін деп жатырмын. Бірақ енді мен бұның қасына кішкене қосымшалар кірітіп, оны анандай жаңағы интернет желілерінде, магазиндердегілердегі арқаға асатын қылып істеймін. Оны мен сіздерге көрсететін боламын достар. Мінекей мынау опискреватель. Бұл әрі арзан, әрі қызметі өте жақсы, өте керемет шашады екен достар. Енді мынау өзінің шләнгісі. Достар, енді бұны жаңағы қымбат арқалап жүретін сияқты қылып істеп өзіме жасағанмын. Енді сіздер де осыған қарап жасап алсаңыздар болады достар. Сіздерге де осыны көрсетіп жатырмын. Міне шләнгісі, 5 литрлік баклажка, көріп тұрғаныңыздай 5 литр. Бұл 5 литрдан артық болады. Арқалағанда да ауырлау болады, ыңғайсыз болады жұмыс істеуге. Соның үшін 5 литр. Магазиндегі опискревательдерді қарағанымда көбісі осы 5 литр екен. Одан артығы болмайды екен. Енді мен де осы 5 литрлік баклажканы алдым да, мына шләнгіге расчеттап, мына баклажканың аузын кесіп алдық. Содан былай өткіземіз. Туғы барғаны, қысылып барғаны дұрыс достар. Қараңыздар. Опискревательдің мына жерінде фильтрі бар, ол мына ішіне салыну керек. Енді мына баклажканы былай қарай қыстырамыз достар. Ішіне саламыз. Мынау жаңағы астына барама, көрініп тұрыпты. Астына барғанша тіреміз да баклажканы қатырамыз достар. Мынау жаңа айтқан опискреватель новый, мына жерінде өзі салатын есі орны бар. Соған мына шләнгіні орнатамыз достар. Қараңыздар. Ол бір керемет зат екен. Енді бұны арқа асып жүру үшін мынадай зат енді бәріңізде бар шығар. Мына бау матадан осыны байладым, иыққа асылу үшін достар. Қараңыздар. Енді мына опискреватель осындай, сосын мынадай ұзаяды екен. И мына жерінен тағы да ұзарады екен достар. Қараңыздар. Өте керемет екен мына зат достар. Енді мынаны 5 литрлік, бұл жаңа 15, 20, 30 мың теңге тұратын заттар да осындай бәрібір. Мынау сізге әрі арзанға түседі, әрі мынаның жұмыс істеуі өте керемет екен достар. Мынандай қылып иыққа асыласыңыздар. Көргеніңіздей бәрі орнатылды. Мынау жеміс ағаш, төбесіне мол жетіп тұр. Енді бірақ мынаны осындай жерден қажеттайсыз. Сіздерге енді шашуын жақын жерден көрсетейін достар. Қараңыздар. Қараң. Бір өтесіз тек. Шашу өте керемет достар. Мынау менен тек бір талды кәдімгідей 2-3 минуттың ішінде шашып шықсаңыз болатын достар. Қараңыздар. Мына жерде регулировкасы бар. Былай қаттырақ шашатын, сосын кішкене тіке шашатын қылып істеп алуға болады достар. Көрініп тұр ма? Өте керемет екен шашуы. Мынау кәдімгі жаңа қымбат опискревательдерден ешқандай кемшілігі жоқ. Мен тек енді мысалға сумен көрсетіп жатырмын. Тек дәрі шашатын болсаңыз, тек бір өтіп кетсеңіз болады мынандай алып. Өте керемет мынау. Маған қатты ұнады достар. Осыны жасап алыңыздар. Жаңағы қымбат опискревательден еш кем жері жоқ. 5 литр дәрімен
осындай екі ағашты мінекей достар әрқайын дәрлесеңіздер болады. Өте керемет, араларына бәріне барады достар. Осылай качайтайсыз, болды тек. Бұның істеу принципі механический, простой. 2 сальнигі болады екен өзі, оны да ішіне қосып береді екен достар. Мінекей достар, осылай істесеңіздер болады. Өзі арзан, әрі өзі жақсы қызмет көрсетеді достар. Шлангысы 1 метр, өзі де 1 метр. Иыққа асқанда міне талдың жоғарысына жетеді достар. Өте керемет. Достар, осы заттарды интернет магазиндерден тауып алсаңыздар болады достар. Егер таба алмай жатсаңыздар, осы видеоның астында комментарийға жаза кетіңіздер, қай жақтан алуға болады деп, мен сіздерге қай жерден алуға болатын адресін жазып көрсететін боламын достар. Енді жаңағы маңызды ақпарат деп атқаным, енді достар 3-4 күннен бері күн салқын болып тұр, білесіңіз. Енді күн салқында мына жеміс ағаштарына өте көп зиянкестер шабуыл жасайды. Күн салқын болды ма, уже мына жеміс ағаштарына зиянкестер өте қатты көп түседі, көп шабуылдайды. Енді бұларды шұғыл түрде дәрілеу керек достар. Видеоны өткізіп алмаңыздар, келесі видеоларымызда осыларды енді осы мына көрген инструментпен дәрілейтін боламыз. Қалай дәрілеу керекін бәріміз бірге көреміз достар. Каналға жазылыңыздар, тіркеліңіз, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.